Армысыздар ағайын, бүгін желтоқсан айының 4-і 2019 жыл. Бүгін Нағыз Ата жұрт еріктілерінің офисына осы қанша адам келді. Бұны біз бірнеше күннің алдында халыққа үндеу таратқанбыз. Халыққа үндеу таратқандағы негізгі мақсатымыз осы біз 3 жылдан бері деп жүрміз. Шынын айтқанда одан әргіден басталған Қытайдың геноцидтік саясатында сол саясаттың кесірінен қырғынға ұшыраған қазақ және басқа ұлттар. Солардың туыстары арызданды, осы 2 жылдан бері арызданып жатыр. Ол арызды осы ата жұрт еріктілерінің қазір нағыз ата жұрт еріктілер деп аталатын мына отырған осы біздердің тікелей бүкіл әлемге неше түрлі таратуымыздың нәтижесінде бүкіл әлем білді. Бүкіл әлем қазір Қытайдың жоспарлы түрде, мақсатты түрде ең жоғарғы билігінің бұйрығыменен сол зұлма саясатты бастағанын және жүргізіп отырғанына көз жеткізді. Бұл енді біреу мойындасын, не мойындамасын, ақиқат бұл Қытай мақсатты түрде қырғын саясат жүргізген. Яғни Қытайдан басқа ұлт болмасын, Қытайдан басқа халық өмір сүрмесін, біз ғана өмір сүрейік деген ойда болғаны анық болды. Енді арыз төңіректің төрт бұрышына жетті деп отырмыз. Дегенменен де осы зұлмат саясатты тек қана Ши Цзиньпиннің жалғыз өзі жүргізген жоқ. Ши Цзиньпинға қаншама қасында сол саясатқа қолдау көрсеткен өзінің ақылшы кеңесшілері болды. Сыртқы істер және ішкі істер министрлігі, қорғаныс министрі бар, оның ішінде Қытайдың ұлттық қауіпсіздігі бар. Және де одан төмен болатын болса Шығыс Түркістандағы, яғни Қытайлар Шинжаң деп атап алған, Шығыс Түркістандағы Чинчанго деп аталатын залым, және сол қазір автоном көлеміндегі басшылар, одан облыс, аудан, қала, ауыл және қыстақтардағы түрлі дәрежедегі басшылардың, түрлі мекеме басшыларының осы белсене, сол зұлымдық саясатты белсене жүргізгеннің кесірінен сол жоғарыдан келген бұйрықтың орындалуы өте зұлмат болды, өте аяусыз болды, қанды қырғын қасап болды. Талай адам өлді, нақақтан нақақ қорланды. Ол өлген адамның және қорланған адамның санын миллиондап санауға тура келеді. Ал енді туыстары арызданды, бірақ сол саясат, зұлма саясатты жүргізген адамдар, атсалысқан адамдар сонда атаусыз қалама, тергеусіз тексерусіз қалама деген оймен біз халыққа үндеу таратқан болатынбыз. Кімде кім сол зұлма саясаттан пайдаланып, шашал десе басалып, заман құтырса жаман құтырады деген әдетке басып, өзінің қолындағы болар болмас билігінен, не болмаса қызметінің қолайлығынан пайдаланып, біреуді өлтіріп, өзі соның орнына қызметке тұрғысы келетін, не болмаса соның әйелін немесе қызын тартып алғысы келетін, белгілі бір экономикалық мүддеге жеткісі келетін, не болмаса атам заманда бір түс шайысып қалған болса, осы саясаттан пайдаланып, өш алғысы келіп, осы қазіргі керенау саясатты өзінің пайдасына асырған алаяқ зұлымдарды халықаралық сотқа береміз деп үндеу тастаған болатынбыз. Бүгін жаңағы айтқанымыздай 30 қанша адам келіп бізге үн қосты. Өздерінің ауылында тұрған жерлерінде кімнен қорлық көргендерін айтып бізге жазбаша түрде айғақтар қалдырды. Және олардан бөлек тек қана менің өзімнің жеке телефоныма 10 шақты әшкерлеу келіп түсті. Оның ішінде мен ашыққа шыға алмаймын, себебі менің әке-шешем немесе жақын туыстарым жақында Қытайдан келмекші, менің атымды атамай қойыңыз ашық жерде. Бірақ мен осы хатқа өзімнің аты жөнімді жазып қол қойып беремін деп менің телефоныма жібергендер болды. Оның ішінде жаңада айтып өттім, маған ерекше әсер еткен бір адам болды. Санжо облысында бір дүнген тек қана бір арнаулы ортаның директоры 4 қазақтың өзіне өзі қол салуына себепші болған. Өйткені оларды қыспаққа алып, өзінің таныстар, биліктегі таныстарынан пайдаланып қыспаққа алып, алдымен мүлкін алған, сонан кейін олардың намыстарын таптап, оларды бірінен соң бірі өлуге мәжбүрлеген. Бұл бір ғана мысал. Жаңағы біздің осы басқосуымызға келген кісілерді айтып өтті. Боратала облысындағы ұлты моңғол
екі адам өздерінің сол қызметінен пайдаланып, сол қызметте өсуді мақсат етіп, жазықсыз адамды ұзақ жылдарға соттатып жіберген. Оны да айтылды. Ол да айтылды. Ал енді осы бүгін осы болған конференцияны қысқаша қорытындылай келе, нағыз атажұрт еріктілері осы жақын арада біз, яғни осы қыркүйектің 21-2019 жылдан бері біз қайтадан ұйымдасып жұмысты бастағаннан бері қандай жұмыстар тындырды деген қысқаша тоқталмақшымын. Біз осы қыркүйектің 21 ұйымдасқаннан бері қыркүйектің 21 күні біз нағыз атажұрт еріктілері қайтадан ұйымдасып, дәл бұрынғы Серікжан Біләштің кезіндегідей арызды қабылдаймыз деп халыққа жар салдық. Бұл арқылы біз қайда арызданарын білмей абдырап қалған халыққа қайтадан үміт отын жақтық. Және содан кейін 3 күннен кейін бізге талай адам хабарласты, осы сіздер қайтадан ашылдық, енді арыз қабылдаймыз деген күннен бастап біздің лагерде жатқан туыстарымыздың халын сұрап, басшылар барыпты деген жақсы хабар ести бастадық. Ол да біздің осы дүбірлетіп ашылдық дегеніміздің екпіні Қытайға жеткенін сездіреді. Сосын қыркүйектің 27 күні біз жайылым ақы және жер ақысын ала алмай жүрген халықтың осы мұң-мұқтажын ескере отырып, сол кісілердің басын қосып бір жайылым және егістік жер туралы конференция өткіздік. Оған да 10 шақты адам келіп қатысты. Және содан көп ұзамай 1-7-ден кейін 10 күнге жетер-жетпес уақыттың ішінде, соның ішінде 2 адам өзінің жерінің жайылымның ақысын алғанын сүйіншілеп бізге хабарласты. Сосын қазан айының 8 күні Қытайдан қорлық көріп бастарына қауіп төнгісін Қазақстанға қашып өткен Қастер Мұсахан мен Мұрагер Әлімұлы ешқайда да бармай, тек қана осы біздің офисқа тікелей келуде көп нәрсені аңғартады. Олар бұрын бізді жеке танымайды, ешқайсымызды. Араласқан емес, көрген емес, телефонда сөйлескен емес. Олар сол Қытайда жатып ақ, осы атажұрт еріктілері, кейіннен нағыз атажұрт еріктілері болып ұйымдасқан біздерге төте өздері іздеп келді, және өзінің басында өткен жағдайды жалпақ жұртқа біздің YouTube канал арқылы жайып салды. Және солардың, сол екі бауырымыздың ашыққа шығып, қорықпай, батылдықпен көрген білгенін айтқанның нәтижесінде Қытайдың қылмысы тағы бір рет жалпақ әлемге жария болды. Одан бұның әсіресе бұл екі бауырымыздың ашыққа шығып, бүкіл көрген білген айтып Қытайдың геноцид саясатын әшкерелегенінің бізге осы Қазақстан халқына және дүние халқына тигізген пайдасы, одан бір жеті бұрын Қытай өкіметі және Қытайдың сыртқы істер министрлігі біздің сыртқы істер министрлігіне өтірік ақпарат беріп, лагерде қазақтың барлығы да босап шықты. Енді лагерде қазақ қалған жоқ. Ендігілері болса, шынымен де қылмыс өткізіп, лайықты заң жазасын алып, түрмеде жатқан кісілер деген өтірік ақпарат берген болатын. Сол арқылы арызданып жатқан адамдарды және арызданғысы келіп отырған адамдарды салғырттандыру, алдау және сол ақырын солай соған өтірігіне сендіру арқылы Қытайда геноцидтік саясат тоқтады, бәрі де жақсы дегенге әкелу болатын. Бірақ осы екі бауырымыздың көрген білгенін дәстүрлі айғақтармен жеткізгені Қытай өкіметінің қитұрқы саясатының жоспарының бытшысын шығарды. Бұл біздің істеген еңбегіміздің нәтижесі. Ал одан осы қазан айының 30 күні біз тағы да осы Қазақстандағы Алматыдағы Біріккен ұлттар ұйымының бөлімшесі болып саналатын офиста біздің нағыз атажұрт еріктілерінің ұйымдастыруыменен Дөрбілжін ауданының конференциясы болып өтті. Сол Дөрбілжін ауданының конференциясында осы Қытайдың зұлматы тағы да бір рет сол Қытайдан лагерден босап шыққан адамдар арқылы және солардың туыстары арқылы жалпақ жұртқа тағы да бір қырынан әшкереленді және дүние тағы бір рет түршілкінді. Бұл да біздің нәтижеміз болатын. Сонымен бірге осы қараша айының 18-і, 19-і және 20-сы осы нағыз атажұрт еріктілері 3 күн Талдықорған қаласында болып, Талдықорғандағы халықтың ауылдардағы шеткері ауылдарда тұратын кісілердің
жер және жайылым және жер жөніндегі арыздарын жинадық. Сол жақта конференция өткіздік. Барлығы да жоспар бойынша болды және халықтың көңілінен шықтық, алғысын алдық. Деге ойымызға жетіп қайттық. Және осымен бір уақытта қараша айының 19 күні Астанада өткен конференция. Астанада өткен конференцияда сол екі реткі конференцияны бірде айтайық. Осы қарашаның 19 күні және қарашаның 27 күні Астанада Қытайдың геноциды жөнінде өткен екі конференцияның да шын мәніндегі ұйымдастырушылары тағы да осы біздің атажұрттың ұл қыздары болатын. Біз сол Қытайдың геноцид саясатын ашатын, лагерді көзбен көрген адамдар және олардың туыстарын неше күн бұрын хабарласып, оларды ұйымдастырып, оларға билеттер алуына көмектесіп, және де Астанаға жеткеннен кейін күтіп алатын адамдардың барлығын ұйымдастырған. Және сол Астанаға баруға осы нағыз атажұрт еріктілерінің ежелден бұрыннан келе жатқан ескі мүшесі және белді мүшесінің бірі Сейіт Шежінбекұлы бастап барғанның өзі оның біздің атажұрт еріктілер ұйымдастырғанның көрінісі болып табылады. Және де сол арызданатын кісілердің арызын біздің осы нағыз атажұрт еріктілерінің жұмыс тобы, әсіресе Гүлжан Тоқтасын қызының ұйымдастыруымен біздің жұмыс тобындағылар барлығын дерліктей шет тіліне мына кириллицаға жазып, және оны қайтадан шет тілдеріне аударып, конференция болғанша тас түйін дайын қылып берді. Сонымен бірге жиналыстың қорытындысын әрине жиналысқа біз үміттендік, әрине үміттенгенде шетел бізге Гүлсхан Домалай қызының айтуына қарағанда шетел елшілері келеді деді, шетел журналистері келеді деген болатын. Және біз одан үміттендік шын мәнінде. Сонымен жоғары лауазымды кісілер келеді деген болатын. Біз онда жоғары лауазымды кісілер келетін болса, бір үлкен бір дүмпу туатын болды деп, біз бұған өте белсенді араластық және өзіміздің қолымыздан келетін көмегімізді аяғанымыз жоқ. Және осы жиналыста шетелден келген лауазымды адамдар біздің жиналыстың мақсатын толық түсінбей қалмасын деген соң, Гүлсхан Домалайдың өтінішіменен мен сол жиналыстың мақсатын және де жиналыстағы болып жатқан жағдайды және жиналыстың мақсатын және қорытындысын сол күн түнімен отырып аударып, таңертең сағат 9-да жиналыс басталар, конференция басталардан бұрын аударып үлгеріп Гүлсхан Домалайдың қолына ұстатқан мен болатынмын. Және де сол жиналыста сол конференцияға қатысатын адамдарды апарып әкелу жұмысына, қауіпсіздігіне, барлығына да сол біздің нағыз атажұрт еріктілерінің Астанадағы уәкілі Мінетхан Айтқалыұлы, Қапар Ахатұлы тікелей ұйымдастырушы болып қатысты. Сол адамдардың барлық жүріп тұрғанына жауапты болды. Және де техникалық жақтан қолдаған біздің Самат бауырымыз болатын, Астанадағы операторымыз. Ол сол екі конференцияда бастан аяқ толық сапалы түрде түсіріп, және халыққа дер кезінде таратқан сол біздің Самат бауырымыз болатын. Міне осының барлығы да сол нағыз атажұрт еріктілерінің осы 2 айдан бергі, 2 айдан астам уақыттан бергі істеген жұмыстарының қысқаша қорытындысы. Әрине, мен нағыз атажұрт еріктілерінің істеген жұмыстарын, осы уақыттан бергі істеген жұмыстарын осы бір 15 минуттың ішінде барлығын қорытындылап айту мүмкін емес. Шыным, біз мақтануды ұнатпаймыз. Біз мынаны тындырдық, ананы тындырдық деп жарысала бермейміз. Себебі біз ондайды ұнатпаймыз. Біз өзіміздің істеген ісімізді тек қана осы халқымыздың пайдасы үшін, халқымызға бір көмегіміз тиісін деп істеп жатқандықтан біз істеген ісімізді көп жарысала бермейміз. Тек қана осы бір қорытынды жасау керек болған соң ғана бүгін айтып отырмыз. Біздің ісімізді, біздің әрбір халық үшін, әрбір Қытайдың геноцидтік саясатынан зардап шеккен кісілер үшін біздің істеген тындырған жұмыстарымызды санап отыратын болсақ, онды түнге жалғауға тура келеді. Сөзімнің соңын қорытындай келе, нағыз атажұрт еріктілерінің істегенінен алдыда істейтіні әлі көп. Біздің жоспарларымыз, әлде де үлкен жоспарларымыз бар. Алла қаласа, осы геноцидтік саясаттан зардап шеккен бауырларымызды емдету, олардың және отбасылық жағдайына көмектесу біздің алдыдағы үлкен мақсаттарымыздың бірі болмақ. Екіншіден, енді осы кеше түнде бір жаңалық шықты. Америка Конгресі ұйғырлар құқығы деген заң қабылдады. Түнде осы біз түнде заң қабылдады. Ал одан бірнеше күн бұрын өзіңіз білесіздер, Гонконгтың азаматтар құқығы деген заң қабылдаған болатын.
Енді біз Америка Конгресінің демократияны жақтап, осындай Қытайдың геноцид саясатына қарсы тұра біліп, дер кезінде өз уағында осындай батыл қадамдарға барып, үлкен шешімдер жасағанына біз Америка Конгресіне зардап тартушы ұлттың уәкілі ретінде көп алғыс айтамыз. Мен өзім осы нағыз атажұрт еріктілерінің жетекшісі ретінде Америка Конгресіне, Американың президентіне және жалпы Америка халқына алғыс айтамын. Алғысым шексіз. Сіздер осы Америка демократиялық ел деген аттарыңызға лайық болдыңыздар және дер кезінде Шығыс Түркістан халқына мұқтаж шешімді қабылдай білдіңіздер. Сіздерге көп алғыс, сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Дей тұрған мен зардап шегуші қазақ халқының уәкілі ретінде сіздерге тағы бір өтінішім бар. Шығыс Түркістан, Қытайда Шинжаң деп атап алған Шығыс Түркістан, ол жалғыз ұйғырлардың емес, қазақтардың да ежелгі мекені. Тағы да ол жерде қазақтар мен ұйғырлармен қатар ол жерде қырғыз, өзбек, татар, тәжік, тағы да басқа ұлттар өмір сүреді. Ал енді бірақ қазақтардың орны бөлек. Себебі қазақтар сол Шығыс Түркістанда, әсіресе Шығыс Түркістанның Тәңіртау деп аталатын таудың солтүстік жағында неше мың жылдан бері мемлекет құрып, сол жерді мекендеп, сол жерді өзінің ата қоныс санайтын ұлт. Қазақ ұлты ол жерге кеңес одағына көшіп барды деп кейбір тар шеңберді ойлайтын басқа ұлт уәкілдері сондай ой таратуда. Бірақ сол жаңсақ пікір тудыру үшін таратып отырған сөз ол. Себебі кеңес одағына 30-ға жылы қашып барған қазақтар негізінен дерлікте 62 жылы шегініп шыққан болатын. Оны қалса өте аз бөлімі қалды. Ал енді қазіргі Шығыс Түркістанда өмір сүріп жатқан 3,5 миллион қазақтың негізінен барлығы да сан мың жылдан бері сол жерде қоныстанып отырған, өздерінің ата қонысында отыр. Арғысын айтсақ, Қытай тарихында оны біз жазып бергеніміз жоқ, Қытайдың өзінің тарихшылары жазған. Үйсіннен бастасақ, Үйсін хандығынан бастасақ, Үйсін хандығы кезінде хан патшалығымен тікелей дипломатиялық қарым-қатынаста болған ел, ол Қытайдың өзінің тарихында тайға таңба басқандай жазулы тұр. Ал одан бұрынырақ сақтар, ғұндар дәуірі оның өзі бір бөлек. Оны айтатын болсақ, тарихшылардың өзі оны айтып тауыса алмайды. Одан бері қарай айта беретін болсақ, кезін бер таман айтатын болсақ, түркі, шығыс түркі және батыс түркі қағанаты. Одан бері қарай келетін болсақ, кезіндегі жоңғар кезінде де жоңғардан сол жерді қорғап соғысқан, жоңғар мен қазақтың соғысы сол Іле өзенінің бойында, Іленің айналасында жүрді. Сол Іле өзенінің айналасына таласып, қазақ пен жоңғар 200 жыл соғысты. Сондықтан бұның бәрдігі дәлел бола алады. Ал кейіннен бертінге келсек, 1900 жылдың басында келетін болсақ, Бөке батыр, Зұқа батырлары, олардың барлығы да сол Шығыс Түркістанның ежелгі тумалары болатын. Олар осы Қазақстаннан немесе Кеңес одағының территориясында туып барған жоқ. Олар сол жердің ежелгі тумасы. Ал 44 жылы республика құрған Шығыс Түркістан деп аталатын республика сол Іле өзенінің бойында құрылған Қажылық-Құлжа қаласында. Ал оның қызметкерлерімен, үкімет қызметкерлері мен әскерлерінің 90-95% тағы да қазақтар болатын. Тек қана басшылықта бір-екі ғана басқа ұлт уәкілдері болғаны болмаса, негізінен қазақтардан құралған болатын. Ал енді аты әлемге әйгілі болған заманымыздың Шыңғыс ханы болар еді деп батыс жазушылары мақтаған Оспан батыр болса, Оспан батыр ол қазақтың орта жүзі Керей тайпасынан шыққан қаһарман, ол қазақ. Ал кейбір басқа ұлт уәкілдері оның қазақ екенін айтпай, Шығыс Түркістанның Керей қабіласынан шыққан деп, тағы да басқа шет елдерді жаңсақ пікірмен бүркеме алдағысы келеді. Негізінде ол Оспан батыр күмәнсіз, ол қазақтың ішінде орта жүз Керей. Оның да өзінің әскерлерінің Оспанды қолдаған адамдар 100% қазақ болатын. Онда басқа ұлт болған жоқ Оспанда. Сондықтан бұның барлығын айта беретін болсақ, ал енді қазір геноцидтік саясат басталып 2016-дан бері айтайықшы, 2016-дан бері осы Қытайдың геноцид саясатын бүкіл дәлел айғақтармен бүкіл әлемге жеткізген, тірі куәгерлер арқылы бүкіл әлемді сендіре білген осы Серікжан Біләш бастаған атажұрт, яғни қазіргі нағыз атажұрт деп аталатын осы біздің ұйым болатын. Бүкіл әлемге осы Қытайдың Қытайдың геноцидтік саясат болып жатқанын бүкіл әлемге әшкере қылған және бүкіл әлемнің көзін жеткізген осы біздер болатынымыз. Біз болсақ, сол зардап шегіп жатқан қазақ ұлтының уәкілдеріміз. Сондықтан қазақ ұлты Қытай
шапқыншыларменен ежелден күресіп келе жатыр. Әуел сан мың жылдан бері біз олармен талай ғасырлар бойы шайқасып келе жатырмыз. Біз қан төктік. Сол жерімізді қорғау үшін талай асыл боздақтарымыз шахид болды. Талай батырларымыз түрмеде шіріді. Оспан батыр, өзіңіз білесіздер, сол Қытайлардың қолына шахид болғанын. Талай жақсыларымыз өмірлері өксіп өтті. Кейде жеңді, кейде жеңілді. Сонымен ит жықыс болып келе жатқан болатынбыз. Ал енді 49 жылы Шығыс Түркістан құлады. Құлаған соң 55 жылы Қытайдың алдауымен, арбауымен Шинжаң деп аталатын ұйғыр автономиялы район құрылды. Ол кезде қазақтың еңбегі ескерусіз қалды. Негізі сол кезде мейлі Гоминдан үкіметімен болса да, немесе Қытай Қызыл армиясымен болса да шайқасқан, сол жерді бермейміз деп қан кешкен тағы да қазақтар болатын. Ол кезде қазақтың еңбегі елеусіз қалды. Ал жақсы, орында бар оңалар дейміз. Біз әлде де үміт күтеміз. Енді біздің осы қазақ халқының Қытай шапқыншыларына, Қытай империалистеріне қарсы күрестері әлем халқының алдында ескерусіз қалмас екен деп тілейміз. Біз Америка конгресінен қазақтар, Шығыс Түркістандағы қазақтардың құқығы деген тағы бір заң қабылдаса екен деп өтінеміз және үміт етеміз. Мен бүкіл осы зардап шегуші ұлт қазаққа уәкілдік ете отырып, және де осы Қытайменен алысып, Қытайменен осы бетпе-бет келіп қайтпай күресіп жатқан осы нағыз атажұрт еріктілеріне уәкілдік ете отырып, Америка конгресінен өтінемін. Шығыс Түркістандағы қазақтар құқығы деген заң қабылдасаңыздар екен жақын арада. Сол арқылы қазақ халқының сан мың жылдық күресіне әділ баға берсеңіздер екен деп үміттенемін. Сіздерге осы өтінішті айтушы қазақ ұлтының уәкілі, атажұрт деп аталатын күрескерлер тобының жетекшісі, нағыз атажұрт еріктілерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы. Сау болыңыздар.